Ассаламағалейкум ардақты ағайын, қадірменді Қазспорт телеарнасының патша көңілді көрермендері. Сіздердің назарларыңызда көкпардан жастар арасындағы 12-ші Қазақстан чемпионаты. Бүгін өнер көрсететін қос команда Ақжайық Батыс Қазақстан облысы және Адай-ата Маңғыстау облысы. Сонымен Адай-ата көкпар командасымен таныс болыңыздар. 21 жасқа дейінгі жастар арасындағы чемпионатқа келген жігіттер мына тізімде өнер көрсетеді. Ербол Ермағанбетов, Жоламан Сүндетбаев, Руслан Дүйсенбаев, Шымболат Ақпаев, Битүре Ахметали, Ерболат Өтегенов, Жігер Аманқос, Әнес Етреков, Жасұлан Қуанышұлы, Қазбек Қабиев, Асқат Ауқатбаев және Ертай Әбдешев. Ал дәл осы жігіттердің қарсыластары Батыс Қазақстан облысының Ақжайық көкпар командасы. Алмат Оразбай, Әділ Оңғарбаев, Бекжан Мірқамал, Сұлтанбек Асқарбек, Айнабек Әбдіхан, Өмірзақ Кенжебек, Мағжан Қойлыбай, Ертай Жұмабаев және Бекнұр Абдрахманов, Артур Жураблев, Қайнар Құсмағұлов, Мейрамбек Шияз есімді дәл осы тізімде өнер көрсететін болады. Ал Адай-ата көкпар командасының команда жетекшісі Қанағат Сүйебаев және Кенжебеков мырза жаттықтырады Адай-аталықтарда. Ал Ақжайықты Батыс Қазақстан облысының көкпар командасын Дастан Мырзағалиев жетекшілік етсе, Ақтілек Сәрсенов жаттықтырады. Ақтілек Сәрсенов өзі Батыс Қазақстан облыстық Ақжайық көкпар командасының ересектер арасындағы ойыншысы. Ал дәл қазір қос командаға әділ төрелік ететін ортадағы төреші Нұрхан Айтбаев, ұлттық дәрежедегі төреші, және оның көмекшілері, яғни қапталдағы төрешілер Бақытжан Кенжебек, Мағжан Ахетов және Ақылбек Меңдіғалиев. Дәл осы жігіттер бүгінгі ойынға әділ төрелік ететін болады. Ал өздеріңізбен бірге көкпар бәсекесін тамашалайтын комментаторларыңыз мен Қайырхан Мәулен әдеттегідей. Сонымен алғашқы ысқырық берілді төрешінің тарапынан. Жерден серкені көтере кеткен Маңғыстаудың жігіттері болатын, алайда әдегеннен ақ ойын алаңның сыртына шығарып алғанын көріп отырсыздар. Дегенмен де бұл ойын өте тартысты, бәсекеге толы болу керек. Өйткені біріне бірі тең, күштері мығым, қос команда бүгін өзара мықтыны анықтап отыр. Бұл Ақтөбе қаласында Ақтөбенің облыстық ұлттық спорт түрлері мектебіне тиесілі орталық Атшабарда өтіп жатқан бәсеке. Жалпы бұл бәсекеге еліміздің 8 облысынан командалар қатысуда. Барлығы да тегеурінді. Әсіресе Оңтүстік Қазақстан облысының Құлагер көкпар командасы мен Жамбыл облысының Әулие Атасын ерекше атап өтуге болады. Жалпы жастар арасында да, ересектер арасында да бұл екі облыстың мықты екенін өздеріңіз жақсы білесіздер. Сонымен қазір жекпе-жек сайысында Ақжайықтан келген Батыс Қазақстан облысының балуандарының мерейі үстем болып жатқан сияқты. Мейрамбек Шияз және Ербол Ермағанбетов ортадағы шеңберде тасталған серкеге таласуда. Міне, айтып ауыз жиғанша Мейрамбек Шияз серкені жерден көтеріп алғанын өздеріңізде көрдіңіздер. Алайда ешқандай да нәтиже жоқ. Шабуылға бірден атой салып шаба жөнелуге жігіттердің қаншама құлшынысы болғанмен де қарсыластарының қорғанысы мықты болғанын көрдіңіздер. Осындайда Көкші жеріндегі кезіндегі Саян есімді палуанның қалың доданы жарып өтіп серкені қарсыласының қазандығына қарай алып ұшатын керемет әдістер еске түседі екен. Сағынады екенсің сондай сәттерді. Шіркін ай десеңші. Дәл сондай батыр бабалардың ұрпақтары міне
Ергөкшеден де Ақмола облысынан да дәл осы жастар арасындағы ел чемпионатына келіп жатып өнер көрсетіп жатқан өздеріңіз де білесіздер. Тағы да ортада жекпе-жек сайысы. Бұл жолы Адай атаның атынан Руслан Дүйсенбаевтың шыққанын көріп отырсыздар. Шіркінай. Аттың екпінімен Мейрамбек көтерген Серке қарсыластарының тақымында кетті. Қарсылас команданың мәресіне жету керек. Міне қазір шабуыл тамаша салым. Бірақ бұны төреші жаратар мекен? Жоқ. Салым есептелмейді. Яғни мәреге сызылған шеңбердің сыртына шығып кетті деген сөз. Салымның есептелмегенін көрдіңіздер. Ортада қалың дода. Тартысты бәсеке және салым ардақты ағайын. Қараңыздар, керемет. Серкені жерде жатқан жерінен көтеріп алды да Шымболат Ақпаев 1996 жыл туған шабандоз. Өзі қарсыластар түсінбей қалды. Қапыда қалдырып кеткенін көрдіңіздер. Шіркінай десеңші. Дәл осылай маңғыстаулықтар дәл осы шабуылдың алдында да бір керемет шабуыл жасаған болатын, алайда ол нәтижесіз аяқталғанын көргенбіз. Яғни мәренің сызығынан шығып кеткен. Ал бұл жолы қақ ортасына түскенін сіз де біз де көрдік. Төреші де әділ шешімін шығарып бір салымды есептеді. Ойынның 6-шы минутын аяқтап жігіттер бір салымға қол жеткізді. Маңғыстау облысының пайдасында қандай тартыс. Шіркінай, қарасаң көзің тояды. Жігіттер өз несібелерін жиып терудің жолында қалай еңбектеніп жатқанын көріп отырсыздар. Сыбаға менікі дегендей бір-бірімен алмасып тартысып шіркін. Ербол Ермағанбетов пен Мейірбек Шияз тағы да жекпе-жек алаңында бірге бір жолығып отыр. Бұл жолы батыс қазақстандық балуанда қапыда қалдырғанын көрдіңіздер маңғыстаулық Ерболдың. Мінекей командалық әріптесіне ұзатып тағы бір керемет шабуылға басты. Және ашықтан ашық қазір салу керек, тастау керек дос жерде қабая. Шіркінай. Бір салымның керемет орайы келіп тұрады. Асығыстық па, шалалық па, әлде балалық па. Бір салымнан айырылып қалды маңғыстаулықтар. Мәреге салым болып есептелмегеннен кейін, Серке дұрыс түспегеннен кейін, екі команданың жігіттері де қай топтың Серке алаңында жатыр, сол алаңның ортасына сызылған шеңберде Серкеге таласатын болады. Және 1 минуттың ішінде жерден көтерілуге тиісті. Егер жерден көтеріліп тақымға басылмаған жағдайда, онда ортада жекпе-жек сайысы болады. Бұл көкпар бәсекесінің ережесіне сай.
Міне, айтып ау жиғанша Нұрхан Айтбаев Ербол мен Мейрамбекті тағы да ортаға шығарды. Мінеки Мейрамбектің сәл ғана жылдамдық жетіспей қалған сияқты. Қараңыздаршы, қандай текті тұлпарлардың айқасы. Батыс Қазақстанның астындағы Тұмар дейтін сәйгүлік бойы аласа болса да, дәл осы жекпе-жекке бір арналып туғандай. Қазір Серкеге нағыз талас басталды. Жерден көтерілген, екеуі де тақымдарына басуға тырысуда, бір-бір үшін басқан. Енді кімнің аты қалай ыңғайлы қозғалады, соған байланысты алынады. Әрине еңбек Мейрамбектікі шынымен де бұл жерде. Ақжайық командасының ойыншысы. Батыс Қазақстандық Оралдан келген жігіттер. Қараңыздаршы, қалай алмасып жатыр Серке. Маңғыстаулықтар қайта басып кетті тақымға. Ойын алаңның сыртына шығарып жібермеу керек қазір. Төрешінің ысқырға Серкені ойын алаңның сыртына шығып кетті дейді. Ортада жекпе-жек сайысы, жалпы көкпар бәсекесі 2 бөлімнен тұрады. Әр бөлімі 20 минуттан, ортасында 15 минуттық үзілісі бар. Ортада қайтадан жекпе-жек сайысы басталды. Бұл жола қос облыстың сыбағасын алуға кімдердің шыққанын нақты көре алмай отырмыз. Я Мейрамбек Шияз Ақжайықтан және Ербол екенін көрдік қазір қарсыласа. Қараңыздаршы, аттың тізгінін қанша тартқанымен де, ауызды қанша қиып артқа шегінгенімен де, артынан келген екпін аттардың соққысы Серкені ойын алаңның сыртына шығарып жібергенін көрдік. Амал не, қайтадан жекпе-жекті көреміз. Ортада жекпе-жек Ербол мен Мейрамбек тағы да бүгінгі ойынның жұлдызы болды өсекей. Жекпе-жек өте көп. Міне, әй әдемен кеген ет қабая. Шіркін, Тұмар есімді тұлпардың тұяғы дәл осы жерде сүрінбегенде Серкені Батыс Қазақстандықтар бірден ілуші еді. Қараңыздар, қандай тартыс. Еңбек Мейрамбектікі болғанмен, ептілік Ерболдың жағында боп тұр ағайын. Қазір Серкені қай палуан тақымына басып алар екен, көрейік. Батыс Қазақстанның палуаны Мейрамбек Шияздың да тақымы тас екен шіркін. Бірақ қарсыласына беріп қойғандай. Міне, ал кетті шабуылға. Адай ата командасының жігіттері.
Бірақ әлі де алдырар емес. Қап. Серкені ойын алаңның сыртына шығарып бірақ тастады. Бірінші кезеңнің аяқталуына да таяп қалды. Дәл қазір ортада қайтадан жекпе-жек сайысы болады. Сол Мейрамбек пен Ерболды көреді ме екенбіз, әлде басқа палуандар ма? Жоқ. Маңғыстаудың атынан Шымболат Ақбаев шығыпты. Бұны көріп отырмыз. Енді еңкеу керек, енді ала салу керек. Және Бекнұр осы жерде жоқ қой қарсылас, шіркін-ай, қаншама уақытын өз текке жіберіп алды. Атқа мініп келем дегенше келіп те үлгерген екен Бекнұр. Шымболат Ақбаев жалпы осы командадағы ең бір белсенді мықты ойыншылардың бірі. Расымен де. Тода басқа жақта сыртта қорғаныс қорғаушылар мен шабуылшылардың айқасы болып жатыр. Серкесіз ақ. Шіркін не деген мықтылық десеңізші. Алғашқы салымның авторы Шымболат Ақбаев. Бір-бірін жетекке алып, етектен тартып, алаңның етегіне тартып мінекей. Жеңіс үшін, салым үшін барым салып жатқан жігіттерді көріп отырмыз. Расымен де нағыз ердің ері ғана осындай қалың доданың ішіне кіріп ары-бері көсіліп жатқан қамшының арасынан қаймықпай текті тұлпармен епті жігіттің ойнайтын ойыны қойып. Расымен де қадірлі ағайын, осындай бейбіт күннің ішінде, тәуелсіз елімізде дәл осындай соғыс өнерінің бір әдісін ойынға айналдырып, тек ойын ретінде ғана атқа қонып жүргенімізге шүкіршілік етуіміз керек. Қанша елді, қанша жұртты өздеріңізді көріп отырсыздар. Дегенмен, мұндай қазаққа бұйырған бақ кейбірдеулердің тіпті түсіне де кірмейді. Сондықтан осы күнімізге шүкір етіп, әрбір қазақтың жүрегіндегі қанда бар, түбінде жатқан осы бір ұлттық рухты көтеріп алсақ, біздің алар асуымыз әлі көп болмақ. Міне ұлттық спорт көкпар осының бір айғағы. Амандық болса, алдағы жылы әлем чемпионатын өткізіп, төрткүл дүниені Астанаға қаратайын деп отырмыз. Көкпардан Экспоның қарсаңында. Сондықтан да бармақ басты көз қысты етпей, әркімнің бүйрегі жан-жаққа бұрмай, ұлттық спортымыз деп бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығарсақ, көрсетеріміз көбейін деп тұр ағайын. Қараңыздар, жігіттердің қандай ерлігі, қандай шеберлігі, өте тартысты ойын көрсетіп жатқанын қарабақ. Мықты палуандардың бар екен. Жақсы атбегілердің қалғанын көріп, көңіл қуанады. Әзірге ойынға келетін болсақ, Маңғыстаудың бір салымы барлық есепті көрсетіп тұр. Есеп 1-0. Маңғыстаудың Адай ата көкпар командасының.
Еншісінде Нұрхан Айтбаев мінекей ереже бұзған ойыншыға ескертуді айтып жатқанын көріп отырсыздар. Қаранарға шығаруға уақыт қалған жоқ. Бірінші кезең осылай аяқталды. Есеп 1-0 адайаталықтардың пайдасында. Ойынның екінші кезеңі басталды. Арнамызға жаңа ғана қосылған көрермендеріміз болса ескерте кетейік. Бұл Ақтөбе қаласында өткен жастар арасындағы көкпардан 12-ші ел чемпионаты. Дәл осы чемпионаттың барысында бүгін Ақжайық пен Батыс Қазақстан облысының Маңғыстаудың Адай-ата көкпар командалары өздері мықтыны анықтауда. Әзірге маңғыстаулықтар 1-0 есебімен алда. Сонымен Серкені алдына өңгеріп Қазандыққа қарай шауып келе жатқан Маңғыстаудың ойыншысын көріп отырмыз. Жеке дара шыққан сыңайлы. Мінекей бір ғана қорғаушыны сытылып өту ғана қалды. Міне қазір қос-қос жақтан өтіп жатқанын көрдік және салым. Өте тамаша. Шынболат Ақпаев, ардақты ағайындар. 1996 жыл туған шабандоз, астындағы қозы күрең дейтін тұлпарымен екінші кезеңнің ысқырғы естіле салысымен ақ бірінші болып жерден Серкені көтеріп, қарсыластарын қапыда қалдырып, айналып өтіп кепті оданы қалыңды. Дәл мәреге келіп Серкені тастады. Есепті осылайша 2-0-ге жеткізді. Жарайсың Шынболат. Нағыз мықты палуанның, батырдың нар тұлғалы азамат екенін көрсетіп отыр. Ал енді Ақжайықтан келген жігіттер, Ақжайық деп командасының атауы болғаннан кейін айтамыз, жалпы қос командада сол жайықтың жағасындағы жайлаған халықтан перзенттері. Батыс Қазақстан облысы Орал қаласынан келген жігіттер. Ербол Ермағанбетов, Мейрамбек Шияз бірінші кезеңде де барлық жекпе-жектерді осы екі палуан атқарып шықты. Әрине арасында бір-екі жекпе-жекке басқа палуандардың шыққанын көргенімізбен басым көпшілігі осы жігіттердің еншісінде болды. Қараңыздар шаттардың тұрысын, шіркінай қимыл қозғалсын. Иесіне еп жасап жатқан Ерболдың бұл жол мерей үстем болғанын көрдіңіздер. Шынымен де мықты екенін дәлелдеп отыр. Тағы бір шабуыл, шіркінай. Осы бір салым болып кетер ме екен? Қараңыздар, қандай тартыс, шіркінай, не деген финт мынау. Салым, ардақты ағайын, салым. Ербол Ермағанбетов авторы салымның. 1995 жыл туған шабандоз, ардақты ағайын, астындағы Сайхан дейтін тұлпарымен. Шіркін, қандай салым, қараңыздаршы. Жалпы маңғыстаулықтардың ат жарату тәсілдері өте мықты, ардақты ағайын. Мынау жекпе-жектің алаңында тұрған тұлпар бірден шабуылға шыға кету, бұл кез келген командадағы атқа бұйыра бермейтін дүние, барлығына тиесілі қасиет емес. Сондықтан мына маңғыстаулықтардың осындайда мықтылығын көріп отырмыз. Есеп 3-0. Ақжайық артта келеді. Батыс Қазақстанның балуандарына қозғалу керек, ептірек болу керек, жылдамдықты қосу керек. Бір-біріне ұзатып Серкені. Барынша жылдам ойын көрсетіп, нәтиже шығару керек. Әйтпесе, дәл осы қарқында болса, Маңғыстаудың жігіттері
одан сайын мықтылықтарын қоса беретін болады. Сонымен қай команданың жігіттері Серкені жерден көтеріп шабуылға ұмтылар екен. Екінші кезеңі бастала салып бұл бәсекенің. Маңғыстаулықтар есепті еселеп тастады. 3-0, бірден қуып жете алмайтындай көрсеткіш. Міне қазір шіркін-ай, шабуылға ласу керек еді ғой. Алақаннан жіберіп алды. Серкені ойын алаңның сыртына шығарды. Ортада жекпе-жек сайысы Ербол мен Мейрамбек. Қайтадан Серкеге таласуда. Мейрамбектің мерей үстем болып жатқан сыңайлы. Асықпай баппен Серкені тақымға басты. Енді шабуылға шығу керек. Мейрамбек шабуылға. Қарсыластарын 3 салым айырмасымен алда келет. Тым болмағанда таразбасын деңестірге ұмтылу қажет. Бұл қапталда тұрған Батыс Қазақстандық команданың жетекшісі Дастан Мырзағалиевке тиесілі ойлар шығар. Қазір қайбір Ақжайық командасының өкілінің болмасын көкейіндегі сұрақтар осы. Ортада қайтадан жекпе-жек сайысы. Осындай жекпе-жектер көбейген кезде шіркін ойын алаңы қос команданың жігіттеріне тарлық етіп атырма дек баласын. Тағы да Ербол мен Мейрамбек. Бүгінгі ойынның жекпе-жекшілері жығылған күреске тоймайды деп, екеуі бір-бірімен қайта-қайта алаңға шығып жатқан жайы бар. Басқа жігіттердің де мүмкіндігін сынап көру керек сияқты. Дәл осындай ойын жалғаса беретін болса, жекпе-жек мұнымен аяқталмайды. Мейрамбек мықты екен жалпы жекпе-жекте, өздеріңіз де көріп отырсыздар. Қандай жағдайда болмасын, жерге еңкейіп Серкені тақымға басуға тырысады. Міне қазір Серке жерден көтерілмеген себепті Нұрхан Айтбаев, ортадағы төреші, өзі де бұған дейін талай қалың додада топ жарған мықты көкпаршы. Ортадағы шеңберді жекпе-жек сайысымен жалғастыруға бел байлаған екен.
Екі жігіт бір-бірінің Серкеге қалай жақындайтынын, қалай қозғалатынын, аттарының күшін бәрін біліп алған шығар. Ойын басталғаннан әрбір 2 минут сайын жекпе-жек, сол жекпе-жекте осы екі жігіт дәл осының алдындағы қайталанған сценарий бүкпемесіз өздеріңіз көрдіңіздер. Сол қолмен көтеріп, халқымнан алып оң жаққа жіберіп көтеріп алады. Мейрамбек Шияз. Аттың тізгіні қатты сияқты. Шекінай қайтып тастап кеткенін көрдік. Ақтөбедегі салқын ауа райына қарамастан бәсеке одан әрмен жалғасуда. Міне батыс қазақстандықтар Серкені жерден көтеруге бар күш-жігерін салғанымен ол қимылдан нәтиже болған жоқ. Ортада қайтадан жекпе-жек сайысы Ербол мен Мейрамбектің жұлдызды шақтары қайта туатын секілді ме, әлде басқа жігіттер ме екен? Жоқ, Жасұлан Қуанышұлы шығыпты Ерболдың орнына. Бірақ Мейрамбек Шияз әлі ауса қойған жоқ. Енді әрине, нәтижелі жекпе-жекті көрсетіп жатқаннан кейін бапкерлерде ауыстыруға құлқы жоқ шығар. Жасұлан не істейді екен? Маңғыстаудың Адай атасы жалпы соңғы жылдары қатты жылдамдықпен дамығанын білеміз. Соның дәлелін бүгінгі ойындағы жігіттердің қарқынынан ақ байқауға болады. Есеп 3-0 әзірге маңғыстаулықтар алда. Міне Жасұлан қазір Ербол жіберген қателіктерді болдырған жоқ. Алайда әлі толық жетілуге тиісті. Бұндай әдістерін жетілдіруге тиісті әлі толығымен. Ойынның екінші кезеңінің бел ортасынан да асық балған сыңайлымыз. Жасұлан Қуанышұлы тағда Бекнұр Абдрахманмен шығыпты бұл жолы. Жасұланның Мейрамбекке жасаған айла әдістері Бекнұрға да аса бір оңайға түспейтін сыңайлы. Қараңыздаршы, аттың күшімен қалай итеріп салады қарсыласын. Жасұлан тағда тақымға бірінші болып басуға барын салуда. Бекнұр да қалсар емес. Егер 2 минуттың ішінде Серке жерден көтерілмейтін болса, онда атты адамды ауысуға тиісті еді. Нұрхан Айтбаев мінекей дәл солай жасады. Есесіне үйренген жау атыспаққа жақсы деп Ербол мен Мейрамбек қайта шықты. Бұл жолы Ерболдың жинаған күші көбірек сияқты қарсыласына қарағанда. Расымен де Серкен асықпай тақымға басып алды. Енді шабуылға қарай шығады. Дәл жаңа дәл осылай
3-ші салымды Ербол Ерманбетов жекпе-жек сайысынан шыға сап салғаны есіңізде шығар. Ай, бұл жолы ондай нәтиже көрсете алған жоқ. Серкені алған бойы ойын алаңның сыртына шықты. Ортада қайтадан жекпе-жек сайысы. Осы жігітті қайта көреміз бе? Жоқ. Мейрамбек Шияз орында қалғанымен Руслан Дүйсенбаев шыққан екен. Маңғыстаудың намысын қорғауға. Бірақ Руслан тіпті жерге Серке үшін еңкейіп те үлгермеді. Мейрамбек ептілігін тағы көрсетті. Қараңыздар, қандай шабуыл. Мейрамбектің Серкені командалық әріптесі Бекжан Мірқамалға ойыстырғанын көрдіңіздер. Бірақ Бекжан Серке маған да жоқ, саған да жоқ деген сыңаймен алаңның жиегіне тастап кеткен сыңайлы. Сонымен ұшқындап тұрған қар, салқын ауа жігіттердің өнер көрсетуіне кедергісін келтіріп жатқан жоқ. Үйренген қос жігіт бір-біріне қайта ортаға шығып, Серкенің маңғыстаулықтары көтеріп, қарсыласының мәресіне қарай ұмтылып бара жатқан, бірақ Ақжайықтың палуаны қалың доданың арасында ат тұяғының астында қалып қойғанын көрдік. Сонымен уақытта аяқталғанын төрешінің белгісі бізге айқындап берді. Есеп 3-0 Маңғыстау облысының пайдасында. Қар да жауды, көкпар да бітті. Сонымен берілген 40 минуттың арасында Ақжайық пен Маңғыстаудың тартысты ойынның нәтижесі осылай аяқталып отыр. Бұл Қазспорт телеарнасының эфиріндегі көкпар бағдарламасы, ардақты ағайын. Бағдарламаның режиссерлары Руслан Дәулетов, Жарқын Барақбаев. Ал өздеріңізбен бірге тамашалаған комментаторларыңыз Айхан Мәулен. Амандықта жүздесейік ағайын.